1961 жылдар аралығында өмір сүрген. Мұхтар 5 жасқа келгенде атасы әуез әріп үйретіп хат танытады. Ол кісі Мұхтарға әріптерді ақын Абай Құнанбаевтың өлеңдері көшіріліп жазылған қолжазба кітаптан үйреткен. Мұхтар Әуезов өзі жазған көптеген мақалаларды «Қоңыр» деген лақап атпен газет-журналдарда жариялап отырған. Ол Абай Құнанбаевтың мұрасын жинап, зерттеген. Ал Абай жолы романын 20 жыл бойы жазған. Халыққа сіңірген еңбегі үшін 1961 жылдың 10 тамызында Қазақтың мемлекеттік драма театрына Мұхтар Әуезовтың есімі берілген.